Алматтан сөйлеп тұрмыз. Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы. Сыйлай білетін, бір-бірін тыңдай білетін, бір-бірін сіздеп тұратын, бір-бірін іздеп тұратын, бір-бірін қолдай алатын, бір-бірін қорғай алатын, бір-бірін мақтап жүретін, бір-бірін жақтап жүретін қазақты көргім келеді. Жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада тұлпарын мініп шабысқан қазақты көргім келеді. Батыр қылатын, бір-бірін батыл қылатын, бір-бірін алаламайтын, бір-бірін табаламайтын, бір-бірін елеп жүретін, бір-бірін демеп жүретін, бір-бірін жақсы көретін, бір-бірін бауыр көретін қазақты көргім келеді. Жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада тұлпарын мініп шабысқан қазақты көргім келеді. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос, малыңды жауға, басыңды дауға, қор қылма қорға, татулас. Жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада тұлпарын мініп шабысқан қазақты көргім келеді. Жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада тұлпарын мініп шабысқан қазақты көргім келеді. Қазақты көргім келеді. Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында, әнші, күйші, суретші, ұста шебер, сұхбаты тоғыз тарау хабарында. Армысыз ағайын, тәуелсіздік тамырын тартқан, намысымыздың алауын жаққан бар қазақ көзіне жасап, елждеген, ең алғаш егемендіктің туы желбіреген ару Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Студияда Гүлназ Шалабайқызы. Ертең күллі Қазақстан халқы тәу етер тәуелсіздігіміздің мерейлі мерекесін тойлайды.
тәуелсіздік алған осы жылдар ішінде еліміз талай асу бермес шыңдарға шығып, қол жетпес биіктерді бағындырды. Азаттық үшін арпалысқан ата-бабамыздың арманын жүзеге асырған, өрге қарай өршелене ұмтылған, толқынға қарсы тайсалмай жүзген қазақ ұлы мерекесін, ұлық мерекесін тойламағанда қайтсын. Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Сәлем Қазақстан» әнін орындаған ел тәуелсіздігінің түйдей құрдасы, дәстүрлі әнші, термеші Гүлжайна Хасанова. Бүгін тоғыз тарау бағдарламасына рухы қайсар, жаны жайсан, халқымыздың ұлттық дәстүрін ұлықтап, ертеңгі ұрпаққа үлгі етіп жүрген қос қарлығаш келіп отыр. Таныс болыңыз. Күреңбел ансамблінің әншісі, Дүние таланттар одағының мүшесі Гүлжайна Ғибатоллақызы Хасанова мен дәстүрлі және эстрада әншісі, Қазақ авторлар қоғамының мүшесі, ақын, композитор Гүлжанат Мұхамеджан. Студиямызға қош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын баршаңызға. Қазақ елі жасай берсін, дами берсін, өркендеп өсе берсін. Жастарға тек ұлттық рух, еліне деген махаббатымыз, халқыма деген махаббатымыз әрқашан өшпесін. Мереке қарсаңында тәуелсіздіктің құрдастарын студиямызға шақырып отырған жайымыз бар. Енді бұл атаулы жыл. Гүлжайна, сенен бастайықшы. Саған жауапкершілік жүктей ме? 91 жыл айтулы сәт қой, өзің айтып отқандай. Осы жыл өмірге келгеніңді өзің мақтан тұтасың ба? Бірінші Алла, екінші ата-ана. Әрине 91 жылы көп нәрсені қазақ халқы көрді. Егемендікті алған жыл. Кішкентай болсақ та, ашта болдық, тоқта болдық, көп нәрсені көрдік. Ата-анадан да түйдік. Гүлжанат, сен Гүлжайнаға қарағанда бір жөргекті болса да ерте тоздырған жансың. Бүгінгі жастардың өмірге деген көзқарасы, ел мен жерге деген сенімі, ынта ықыласы жайында не айтар едіңіз? Жастардың елге деген сенімі нық деп айтылам. Өйткені қазіргі заманда қаншама жастармен өзіміз араласамыз, құрдастарымыз болсын. Өзімізден кейінгі жастарды қазір алсам мақтай алам да. Өйткені олардың патриоттық сезімдері оянған, отанға деген, өздеріне деген сенімділігі де мықты. Гүлжайнаның бойынан көресің ба? Тәуелсіздіктің құрдасы, біздің бүгін эфиріміздің қонағы келіп отырған. Гүлжайна, қосарың бар ма? Қазіргі жастар еліне деген, жеріне деген, отанға деген сүйіспеншілігі, жалпы Қазақстан еліне деген сүйіспеншілігі өте жоғары. Елім, жерім деп соғып тұрады жүректер. Екеуіңе де ортақ сұрақ қояйыншы, еліміздің нығайып көркеюіне қандай үлестеріңді қосып жатырмыз деп айта аласыңдар? Ұлттық дәстүрлерімізді насихаттап, жаңаша бір форматта дәстүрлі әнді эстрадалық бағытта айталады. Ұлттық өнерге деген құрметі, мәдениетіміз, салт дәстүріміз осы өнерден басталады ғой, мәдениетімізден басталады. Біздер енді ән ғой, өнерге деген көзқарасымыз өте биік. Әсіресе өзіміз дәстүрлі ән бітіргеннен кейін талғамымыз өте тамаша. Жалпы дәстүрлі әндердің жойылып кетпеуіне біздер шыны керек жастарға насихаттап арттырып келеміз деп ойлаймын. Өйткені жүрген жерімізде де, отырған жерімізде де біздер осы қазақтың қара домбырасымен әнімізді орындап, көбіне жиындарда біздер домбырамен шығамыз. Өйткені
дәстүрімізді ұмытпасын дейміз өскелең ұрпақ. Қазір көбіне жастардың санасы шетелдік әндерді көп тыңдайды. Өзім, мысалы, ән жазатын болсам, ақынды талғаммен таңдаймын. Өйткені ғұмырлы өлең болсын, сөздері тамаша болса екен дейсің. Өйткені бір жылдық хит болатын әндерді жазудан өте сақпыз да, өйткені олардың сөздеріне қарасаңыз, ғұмыр аз ғұмыры аз. Бір жыл тыңдалса тыңдалады, екінші жыл қалып кетеді. Мысалы, Шәмші аталарымыздың әндері қандай, сөздері қандай, сол сияқты болса екен дейміз. Сөзге көп мән берем, енді ақынға тапсырған кезде. Сол сияқты ғой, енді дәстүрді де солай ғұрыптап, дәріптеп келеміз. Қазіргі уақытта Қазақстанның барлық жерінде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен арт спорттың бағдарламасы ашылып, мен өзім ұстаздық болып жұмыс жасап жүргеніме 7-8 жылдай болып қалды ғой. Қазіргі уақытта шығармашылық үйірме ашылып, музыка мектебінен бөлек үйірме ашылып, қазіргі балалардың өнерге деген қабілеті артылып келе жатыр. Бұрын музыканы мектептерде, музыка школдарда шектеу болатын. Бала санынан 20 бала ма, 15 баладан артық алуға болмайды. Үйірмеден бір топта 10 баладан отырады. Тек қана домбыра емес, биде, шахмат, көркем сөз, көбінесе спорт Балдардың қабілеті мықты ғой қазіргі жастар. Бұрындары, мысалы, мен өзім музыка мектеп школында оқыдым. Ата-анамыз не үйренді, бер, жатта деп отырады ғой. Барлығына бірдей айтпаймын, бірақ таланты бар баланы ары қарай шыңдау керек. Шыңдау үшін ата-анаға айтқанмен де кішкене результат болмай қалып жатады. Бірақ баланың бойында өнер тұнып тұр. Еркелік басым болады да кейбір кезде. Мектепте үйретіп кеткен дүниені үйде де қадағалау керек та, ата-ана. Ынтасына қарау керек. Не жаттап жатыр, ол қандай нәрсе үйреніп жатыр. Жоқ дегенде бір 10-15 минут уақытын бөлсе де, бұны айтып отырғаны Гүлжайнаның. Көбісі өйтіп немқұрайлы қарайды да, мұғалімнен көреді. Балам не үйреніп жатыр деген дүние болады да. Мұғалімге салып бере салады. Үйден де дайындық болу керек. Ол мектептің сабағының өзі солай ғой. Үйде де ата-ана қарайды. Кезінде өзімізді солай оқытты ғой енді. Сол сияқты қосымша сабақ керек үйден де, ата-анадан. Жауапкершілік болмай қалады. Берген тапсырманы орындамай келеді. Егер де берген тапсырманы орындамаса, баладан результат шықпайды. Талап етеді ғой. Талап етеді. Мен балам барып жүр, неғып результат жоқ дей ма? Ол балаға байланысты. Бала дайындалу керек. Ата-ана келген сабаққа үйде де қадағалау керек. Қадағалау керек. Қосымша. Дегенмен жарып шыққан шәкірттерің бар сияқты. Шәкірттердің барлық халықаралық деңгейде конкурстан лауреаты. Менде 2 шәкіртім бар, беткестер. Қазір шәкірт алуға өте қорқамын. Негізі талғаммен ағайынды Диана және Жанболат деген. Жалпы менің әндеріммен өте екеуі қатты дамып кеткен. Екі бүлдіршін. Астарлы ақиқатқа да шықты, Қазақстан арнасына да шықты. Өте керемет алғыр. Екеуі де қазір Жұбанов мектебінде оқиды. Тамаша 2 шәкіртім. Екеуімен мақтан алам. Гүлжания да айтып жатыр ғой. Ата-аналар екінші жолға қоятын сияқты, бойындағы талант түптің түбінде Гүлжанат сияқты 16 жылдан кейін 20 жылдан жарып шығуы мүмкін. Шәкірттерім бар қазір. Сахнаға шықпаса да шәкірт тәрбиелеп жатқан шәкірттерім бар. Қилым Наргиз деген және де Амандық Қапсанев деген менің өзімнің мықты оқушым болған. Ол домбырадан бөлек гитараға түсіп кетті. Оның бұрын дауысы кішкене жіңішкерек болған, қазір баритон болып түсіп қалды. Қазір гитарамен өлең айтып, ол жерде сол Нұрғиса Тілендиев кіші академиясында өнер жалғастырып жүр. Ал Қилым Наргиз, ол қазір академияны бітірді, шәкірт тәрбиелеп жатыр. Амандық Қапсанемов қазір көп шетел мемлекеттерге шығып жүр. Мені ұмытпайды, маған звондап, апай сіздің арқаңызда, ата-аналар да звондап маған көп рахметін айтып жатады. Сіздің тәрбиеңіздің арқаңызда біздің баламыз өнерге ары қарай бағыттап көтеріп жібердіңіз, конкурсқа бардыңыз, көп жерлерді көрсеттіңіз деп. Енді шығып келе жатыр бұларда. Дайындық көп болған сайын результат көп болады. Дайындық аз болса, нәтиже жоқ. Жалпы өнер дамып келе жатыр. Бұрынғы шектеу жоқ қазір бағаларда. Барлық үйірмеден де ашықтан бір бала 2 үйірмеге қатыса алады. Би болса би, шахмат болса шахмат, ән болса ән, жетіген болса жетіген. Қандай аспап? Эстрада вокал ма? Эстрада вокалдың өзінде де бөлімдер бар ғой. Академиялық, халықтық деген сияқты. Жыршылық деген бөлімге қарай жүреді. Негізі жүректі жарып шыққан небір әндерің Гүлжанат халықтың жүрегіне барып жатыр ма? Қазір насихатталуы қандай? Гүлжанат Мұхамеджанқызын тани ма қазір халық? Таниды. Насихатталу жағынан керемет тыңдармандарым бар әр қаладан. Қазір әлеуметтік желі жақсы болды ғой, негізі бұрындары ондай жоқ еді. Қазір әлеуметтік желі арқылы танылуға, мүмкін әндердің таралуына өте себептер көп та. Өзім 5 жасымнан өнерге баулығанмен, университет қабырғасынан кейін мен өнер тастап кеттім. Сол екі ортада 16 жыл менің еңбегім зая кеткен жоқ деп ойлаймын енді, бірақ өнерден сәл алысып кеткенмен ән жазып кеттім. Алматыға 84 әнмен келдім. Алматыға келетін уақытта 2018 жылы келдім ғой.
сол екі ортада мен 1 жыл 2 жыл бұрын Facebook желісіне шыға бастадым. Оған дейін танитындар мені іздеді. Болады ғой, тыныш шығу, басқа салаға кеткеннен кейін нақты өзіңнің мамандығың бойынша жүрмегесін, сәл жасырыну деген дүние болады. Солай ашылдым қайтадан осы Facebook желісі арқылы. Сол әлеуметтік желі арқылы көбіне кең таралды. Бірің енді батыстың қызысыз, біріңіз оңтүстіктің қызы. Екеуіңізді табыстырған не? Қазір өнерде екеуіңіз бірге жүрсіздер ме? Мен жауап беріп кетейін. Жүрген бітірген түлектер бар ғой. Солармен жақсы араласамыз. Кітапханаларда рухани кештер өтеді ғой, әдеби кештер. Сондай жерде танысамыз енді. Досымыз арқылы халықаралық дүние таланттар одағы деген одақ бар. Басшысы Нұрдана Дәулетова. Сол кісінің одағында енді ол халықаралық болғаннан кейін қырғыз, өзбек, түрік тілдес елдер ғой енді. Сонда жүрдік. Кейіннен жаңа досымыз осы қызды алып келді біздің одаққа, мүшелікке, дәстүрлі әнші деп. Мен өзім таланттар жинап жүретін адаммын. Жағдай болмаса, өзімде жоқ болса да беріп жүремін да, тартып, жастармен көп жұмыс жасаймын. Одаққа алып кеп қостым. Содан бері екеуміз біргеміз. Қай жаққа барсақ та қасыма ертіп жүреміз бір-бірімізді. Сөзінде өзім жазам, әнінде өзім жазам деп атсыз ғой. Ең алғаш ел алдында қандай әніңізді ұсынып едіңіз? Негізі мен 16 жыл бойы тыныш шыққанда жазған әнім менің де айтарым бар шығар деген ән болды. Өнерге түсуіңе нендей әсер етті? Қанымызда бар ғой. Атам күйші болған, Исламбек Ысқақов деген. Одан өзіміз ата бабамызда ақындық бар. Жалпы біз төбеміз арқалық қой енді, біздің туған жеріміз. Арқа өңірін білесіздер, ақындыққа өте толы. Сыр өңірде солай. Нағашы жұртымда ақындық өте көп. Әнді де ат үстінде жүріп айтып кете беретін болған нағашы атамның өзі. Гүлжайна, енді өнер атадан балаға қонады деп айтып жатырмыз ғой. Саған бұл өнер қайдан келді? Кімнен дарыған? Жалпы өнер әкем жағынан да бар. Әкем жағынан келетін болсақ, Құрманғазы атамыз жалпы арғы атамыз болып есептеледі. Негізгі маған алғаш сол домбыра ұстатқан нағашымнан болды. Ысқалиев Саип деген кісі болған. Ұлы Отан соғысының ардагері, күйші болды, өзінің 1-2 күйі шығарған күйі болды. Сол арқылы да келді. Әншілік өнер енді өзімнің жалпы туғандарымның арасында әнші болмаған. Әншілікке жол салып берген өзімнің әкемнің қарындасы қайтыс болған. Соның қызы Марина Зұлқашева деген алғаш рет сол бір әнге "Ақшашты көрдім апау самайымнан" деген әнді үйреткен болатын. Осы әнмен және "Махаббат деген қандайды" Исрай Сапарбай ағамыздың 2 әнмен 8 жастан бастап әндішілікке бағыттап жіберді. Ақшашты көрдім апау самайымнан, байқадым терең әжім маңдайымнан, жәудіреп жас балаша жаутаңдайсың, сезіліп шаршағаның апау сенің арқаң. Осылай бастаған осы кішкентай кезімде осы әнмен. Содан кейін барып мені Зайнагүл Ізімова. Ол да дәстүрлі әнші болды, о да о дүниелік болып кетті. Күйшілікте де оқыдым. 8 жастан бастап музыка мектебінде оқыдым. Ұстазым Қалиев Өтежан болды. Күйшілікте де 7 жыл оқыдым. Барлық шығарманың нотында барлығында ойнадым. Қиын күйлер енді музыка мектептерінде әр күрделі шығармаларды үйрете береді ғой. Зайнагүл апайым өзінің дәстүрлі әнге бағыттады күймен бірге. Сөйтіп Нұрым Қашаған термесін ұсынсам қолым жетер ме деген бірінші айтқан термен болатын. Сол мен аудандық, облыстық, халықаралық деңгейде конкурсқа қатысып бас жүлдемен келе бердім. Сонымен айтты, күйшіліктен бөлек дәстүрлі әнге түс деп. Сөйтіп дәстүрлі әнге түстім. Атырау облысы музыка колледжіндегі Дина Нұрпейісова атындағы Халықтық музыка академиясы Атырау музыка колледжінде дәстүрлі әнге халық әніне түстім. Ұстазым Пахаман Құтымұрат. Гүлжанат, әннің жазылуы, оның жарыққа шығуы бір тұңғиық сыры ғой. Сонау алғашқы талпыныстарыңда кейбір әндердің сәтсіздікке ұшыраған кездері болды ма? Жаңа 84 әнмен Алматыға келдім деп отырсыз. Бәрі сәтті шықты ма? Бүгінде кімдер орындап жүр? Сенің әніңнің ішіне мына әншінің бағын ашқан әнім деп айтатын әншілер бар ма? Жалпы айтатын болсақ, әннің де өзінің де көркін ашқан әншінің Розаль Қожапкемді айта аламын. Ұмытпадым деген әнімді алып шықты алғаш рет. Былтыр кешінде алып шықты. Қазақстан жазушылар одағында. Әпке деп сол кісіні айта аламын енді. Жанашыр өнерде де өзі де түбі сырдың қызы ғой. Өте көп жанашырлық танытады. Роза әпкем қарапайым, керемет кісі ғой. Өзі ақын, өзі әнші. Енді екеуміздің сәйкестіктері көп та. Әндерімізде де дауыс жағынан да кейде айтады. Өте көп сәйкестіктер бар деп. Өзі де сіңілім деп бауырына басып жүрген әпкемнің бірі ғой. Ұмытпадым деген әнімді алып шықты. Ол негізі ол ұмытпадым деген әнім осыдан 2 жыл бұрын Қырғызстан мемлекетінде орындалған қырғызшасы Алтынай Емир Диванның орындауында 2 әнім орындалды. Алыстағы арманым.
ұмытпадым деген. Одан кейін Розаль Қожа әпкеміз алып шықты. Ол ер жұлдыздарымен бірге менде авторлық әндермен отырмын. Сенің қоржыныңда Гүлжанаттың да әндері бар. Әндері бар, иә. Қандай әндерді орындайсың? Бақыттар шығармын және жауапсыз махаббат. Радио тыңдаушылардың назарына сөзі Эльмира Сәрсенбайқызы, әні Гүлжанат Мұхамеджан. Бақыттар шығармын. Қабыл алыңыздар. Күлімде қарап, мұңымды іште жасырған. Бақытсыз емес басқадан гөрі бақыттырақ та шығармын. Қапыда дәйім қызықтан талай, алып та кеттім деместен. Қиялым самғап көп жерге бар, бір шама жанмен кеңестім. Қараңғы күнім көп болған, мен 5 күндік мынау жалғанда. Бақытсыздау да емеспін. Бақытты болып көрінбесем де, бақытсыздау да емеспін. Қапыда дәйім қызықтан талай, қалып та кеттім демеспін. Қиялым самғап көп жерге барып, бір шама жанмен кеңестім. Қараңғы күнім көп болған, мен 5 күндік мынау жалғанда. Бақытты болып көрінбесем де, бақытсыздау да емеспін. Бақытты болып көрінбесем де, бақытсыздау да емеспін. Үздік сазгер медалінің иегері, әнші, сазгер Гүлжанат Мұхамеджанның әндерін қазіргі кезде эстрадада жүрген көптеген өнерпаздар орындап жүр. Гүлжанат тілге тиек еткен өнердегі әпкесі Розаль Қожамен қатар Маралбек Бейтенов, Әміржан Бекниязов, Махаббат Төлегенова, Айбек Бестенқұлов сынды әншілердің де орындауында Гүлжанаттың әндері кеңінен шырқалып жүр. Бізде жігіттер квартетіндегі Ердос Қанайып Сағыныш деген әнімді алып шықты. Оның клипіне дейін түсіріп, керемет бір сезімде болғанбыз. Қазір рахметін айта жүреді, енді лирикалық ән. Одан кейін жақын арада Күзге сыр деген Ердос екеуміздің бір дуэтіміз шыққан. Сол әнді алып шықтық. Тұсауында кесіп келдік, Созақ өңіріне барып. Сәтсіз шыққан ән болған жоқ. Қанша таңдыр жалғасады бұл сезім, қанша тағы жапырақтар
кезекпен үзілгенде, бар үмітім тағы да шаршатады. Сағынышты сарғайған көз деп білем, қиялдағы жұмбақ жансыз деп білем. Төрт мезгілдің бірінде ұшпай тұғын, аққуымды әлі де іздеп келем. Сен сезімтал мезгілдің кезегісің, жауап қатпай жанымды еземісің. Тіс жармаған пендеге нәзік қана, сезімімді шарасыз сеземісің. Бізге аян мендегі жаңа сырым, сарғаятын менімен жанашырым. Сағыныштан өртенді от өзегім, тұнып тұрма көзімді қарашым ол. Сағынышты сарғайған көз деп білем, қиялдағы жұмбақ жансыз деп білем. Төрт мезгілдің бірінде ұшпай тұғын, аққуымды әлі де іздеп келем. Сен сезімтал мезгілдің кезегісің, жауап қатпай жанымды еземісің. Тіс жармаған пендеге нәзік қана, сезімімді шарасыз сеземісің. Сарғайған көз деп білем, қиялдағы жұмбақ жансыз деп білем. Төрт мезгілдің бірінде ұшпай тұғын, аққуымды әлі де іздеп келем. Сен сезімтал мезгілдің кезегісің, жауап қатпай жанымды еземісің. Тіс жармаған пендеге нәзік қана, сезімімді шарасыз сеземісің. Тапсырыспен ән жазасың ба? Тапсырыспен жазам. Сенің есіміңді көбінде поэзияда ақындардың қатарынан табыла ма, болмаса көбіне әндерге сөз жазушылар қатарынан тани ма? Ән жазушы, сазгер есебінде көп таниды. Университет қабырғасында жүргенде мен айтысып жүретінмін. Болмаса бір кішкене болса бір-бірімізге хатпен өлеңмен жіберіп, өнер ортасы болғаннан кейін өлеңдетіп бір-бірімізге сұрақ жауап есебінде жүретін. Әндердің сөзін өзің жазып жүрсің ғой? Кейде өзім жазам, кейде ақындарға берем. Өз-өзіңге баға бере аласың ба? Не жазып жүрмін, қалай жазып жүрмін, жатырмын деп. Бағанада айта кеттім ғой, ғұмырлы өлеңдер болса деп, мәнді, мағыналы, жастардың санасымен салыстырғанда енді шығармада мазмұн айта алатындай жазам. Өйткені мен өлең жазсам да бір күн жауып тастап, ертесіне қайта қарап, редактор өтетіп барып шығаратын адаммын. Ал енді әңгімемізге тұздық бола отырсын. Дәлері ретінде өздеріңіздің орындауларыңызда тыңдаушыларға бір ән ұсыныңыздар.
Құрметті радио тыңдаушы, Тоғыз тарау бағдарламасын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың қонақтары дәстүрлі әнші, термеші Гүлжайнақ Ғибатоллақызы Хасанова мен ақын, үздік сазгер медалінің иегері, дәстүрлі және эстрада әншісі Гүлжанат Мұхамеджан. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Гүлжанат, соңғы кездері осы ән сөздеріне көп сын айтылып жатады. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Өзгенің пікірі жалпы маңызды ма? Әрине, халықтың ойымен, халықтың пікірімен санаса аламыз. Өйткені біздер тыңдаймыз, оларды ескереміз ғой енді. Әр адамның талғамы болады. Енді айтып ғой жаңағы, сөзіне өте көп мән беру керек. Не болса соны жаза бермеу керек. Қазір көп қой әндерде мән мағынасы жоқ, неше түрлі жаза береді. Жастардың санасын солай біздер улап аламыз. Өйткені мен өзім тыңдарманның да пікірімен санасатын адаммын. Өзіме комментарий жасаса да дұрыс қабылдай аламын да. Сынды қабылдай аласыз. Сын пікір дегенде өте дұрыс қабылдаймын. Өйткені тыңдарманың халық қой, одан асқан тыңдарман жоқ, шыны керек, халық үшін ән деген дүние. Комментарийларда ондай. Бүгінгі жастар қандай ән тыңдағысы келеді? Жеңіл әндерді көп тыңдайды. Біздердің талғамымызға келмейтін топтарды сұрайды да. Біздер өйткені дәстүрлі өнермен келе жатқан адамбызды біз ондай бағытқа бара алмаймыз. Эстрадалық бағыт болғанның өзінде де бізде талғамға сай, өзіміздің жас ерекшелігімізге де сай деп айта аламыз ба? Әндеріміз енді бір қалыпты. Өйткені жастардың шетелге еліктеген дүниесімен біз ән айта алмаймыз, бізге сондай әндерді көп сұрайды да. Ондай әндерге біз айта алмаймыз. Басқа авторлардың да әндерін сұрайды кейде. Оларды жаңа шығып жатқан бар ғой, жастардың. Өзіңнің талғамыңа тартпаған әнді айтқың келмейді. Мән мағынасы бар, әдемі, сүйкімді әндер болады ғой, тыңдай бергің келетін. Сондай әндерді орындауға өзі біз құштарлығымыз артады. Өздерінің табиғаттарыңа қандай әнді көбінде орындағыларың келеді? Лирикалық әндерді көп орындаймыз. Лирикалық әндер жақын жанымызға. Радио тыңдаушылардың назарына Перхат Жүжасардың сөзіне жазылған «Ұнатпа мені» қабыл алыңыздар. Сіз ойымнан кетпейсіз, білесіз бе? Күтемін тағат құрғыр түгесіле, ұнаттым деп жүрегім жыр арнаса, күлесің де қоясың, күлесің де. Сезімімді сері боп күзетерсіз. Қолыңыз қалсаңыз гүл етерсіз. Әттең маған кешірек жолықтыңыз. Тәңірісін қалайша түзетерсіз. Мендік мынау сезімге сенбейсіз бе? Жүрегіме жақындап келмейсіз бе? Мен секілді ұнатып сіз де мені, теңізінде сезімнің тербейсіз бе? Сенемін де жабығып қала берем. Сезімге шыдамсыз ғой сана деген. Сіз осылай сұрақтар жаудырғанда, іштен тынып, үндемей қала берем. Тербедің ай, ішіңкіреп келген
Құрметті радио тыңдаушы, Тоғыз тарау бағдарламасын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың қонақтары дәстүрлі әнші, термеші Гүлжайнақ Ғибатоллақызы Хасанова мен ақын, үздік сазгер медалінің иегері, дәстүрлі және эстрада әншісі Гүлжанат Мұхамеджан. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Қаз дауыс қаз бекпей туғанда шешесі айтқан дейді, тілден болар кәсібің, елден болар нәсібің деп. Бұл күнде бірнеше әндердің сөзін жаңа айтып жатырмыз, өзің жаздың, әнде шығарасың. Сол ән жазу сені асырап жүр ма? Әнмен күнімді көріп жатырмын деймін мен. Бұл ән енді халықтың қазынасы ғой, шыны керек. Халық үшін жазатын болғаннан кейін жеке өзімнің тірлігім бар. Ешқандай әнім сатып көрген жоқпын. Эстрада. Жаңа тапсырыспен ән жазам деген. Тапсырыспен жазам, бірақ енді ән халық үшін, жалпы айтқанда коммерциялық бағытқа жоқпын. Сонша 84 әнім мен Алматыға келдім. Қазір 233 әнім бар қожынымда. Қаншама жастардың да бағын ашып жатырмын деп ойлаймын, бақыттап осы өнерге. Бірақ әнімді өйтіп саудалап көрмеппін коммерциялық бағытқа. Орындаушылар өздері де айта жатар, естіп те жатар радиодан, басқадан. Әндерімді сүйіп тыңдайтындар да көп, әншілердің көбісі өздеріне хабарласып, осыдан мына әніңізді беріңізші деген. Қуана бересің ғой, енді ол іштен шыққан дүние болғаннан кейін әннің бағын ашылса, ол әрине. Жақында ғана бір әнім шықты, мен ұнатқан бір сұлу деген. Асланбек Ылым деген композитор ініміз бар өзі. Құрманғазы-атында халық аспаптар оркестрі, соның солисті. Соның орындауында шықты. Сөзі Нұрғали Сердалиев деген жігіт. Қаншама ән жазуда, онды жариялауда бір шаба қаржы, қаражатты талап етеді ғой. Мәрттік танытып жататын азаматтар бар ма? Енді бірінші аранжировка ғой бізде. Әнді өмірге сүйкімдірек алып келу үшін сол аранжировкамен шығамыз да. Бұл аранжировка енді әрине көптеген қаражатты талап етеді. Аз ақша емес. Сведение істейді, аранжировка істейді. Аспаптар қосуы бар, енді бәріне оның көптеген қаражаттар керек. Жалпы айтқанда өзіміздің қалтамыздан шығады айтып. Қазақтың тойы бар, тойға шығамыз, халықтың арасында тоймен, құдалықпен. Жүрегіме қалай кірдің, қалған мынау байқамай, сенсіз жүргем қалай бір күн, қалай бір күн ой тобай, сезімдің көп шалған жері, арылмадым бұл ойдан, болды жайып қалқам сені, сұрап алдым құдайдан, сезімімді ескерсің, көңілімді нұр еттің, өміріме қош келерсің құрметті. Сезімімді ескерсің, көңілімді нұр еттің, өміріме қош келерсің құрметті. Сенсің сезім мұнарасы, жүрме мұңды арқаулап, ең бастысы шыламашы, еркелеші мархабат, сенсің көңіл сенетін, өзің болдың маған, қолымнан бар келетіні, тек бақытты қыл алам, сезімімді ескерсің, көңілімді нұр еттің, өміріме қош келерсің құрметті. Сезімімді ескерсің, көңілімді нұр еттің, өміріме қош келерсің құрметті. Өміріме қош келерсің құрметті. Халқымыз үшін қандай да болмасын мерекенің, мейрам мен тойдың атасы тәуелсіздік күн екені даусыз. Әрі бұл солай болуы да тиіс. Біз ғасырлар бойы қаншама ұрпақтың арманы болып өткен тәуелсіздіктің, ұлттық мемлекет құру мұратының жүзеге асқан заманында өмір сүріп отырмыз. Ендігі күні іргетасы сапалы қаланған мемлекетіміздің шаңырағы шайқалмай, тәуелсіздіктің тұғырлы туы мәңгіге желбірей беретініне күмән жоқ. Осымен қадірлі радио тыңдаушы, хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны музыкамен көркемдеп, әрін кіргізген дыбыс режиссері Советхан Мейірханұлы. Дәстүрлі және эстрада әншілері Гүлжайнақ Хасанова мен Гүлжанат Мұхамеджанмен сұхбат жүргізген Гүлназ Шалабайқызы. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Аман болыңыз.
қашанда шексіз мені биікке шарықтаған, ата-анама алғысты жеткіземін, ән болып қалықтаған. Қуанышым қашанда шексіз мені биікке шарықтаған, ата-анама алғысты жеткіземін, ән болып қалықтаған. Күлімдеп қарсы аламын бақыттанын, үміт артып келемін уақытқа мың. Адамдар бағалаңдар асылыңды, ата-анадан басталады бақыттарың. Қуанышым қашанда шексіз мені биікке шарықтаған, ата-анама алғысты жеткіземін, ән болып қалықтаған. Қуанышым қашанда шексіз менің биікке шарықтаған, ата-анама алғысты жеткіземін, ән болып қалықтаған. Ата-анама алғысты жеткіземін, ән болып қалықтаған. Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.